Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода сіздерге мен жай осы шақ деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Яғни ағылшын тіліне аударғанда present simple болып аударылады. Ағылшын тілінде қазақ тіліндегі сияқты барлығымызға таныс үш шақ бар. Олар осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Ағылшын тілінде жай осы шақ дегеніміз present simple деп аталады. Present simple күнделікті қайталанып келе беретін әдетке айналған іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Ал енді оның жасалу жолына тоқталайық. Болымды сөйлем зат есім және етістік арқылы жасалады. Subject дегеніміз зат есім, verb дегеніміз етістік. Ал енді мысал келтірейік. I write. Мен жазамын. Бірақ бір ескеретін жай, болымды сөйлемде үшінші жақ кездессе, етістікке s немесе es жалғаулары жалғанады. Яғни үшінші жақ дегеніміз he, she, it есімдіктері. Ал енді осы есімдіктерді қолданып сөйлем құрап көрейік. She works. Байқағанымыздай, works дегеніміз жұмыс істеу деп аударылады. Work негізгі етістік, оған s жалғаулы жалғанып тұр. Ал енді сұраулы сөйлемнің жасалу жолына тоқталайық. Ағылшын тілінде сұраулы сөйлем do және does көмекші етістіктерінің көмегімен жасалады. Мысалы, do you write? Сен жазасың ба? Деп аударылады. Ал егер сөйлемде үшінші жақ есімдіктері кездессе, does көмекші етістігін қолданамыз. Мысалы, does she work? Ол жұмыс істей ме? Яғни бұл жерде болымды сөйлемде жалғаған work'ке жалғаған s жалғауымыз does көмекші етістігіне өтіп кетеді. Ал енді болымсыз сөйлемнің жасалу жолына тоқталайық. Subject зат есім қосылған do немесе does. Does дегеніміз үшінші жақ есімдіктеріне қолданылады. Бұған тоқталып өттік. Және оған қосылған not қосылған verb, яғни етістік. Мысал келтіретін болсақ, I don't write, мен жазбаймын, she doesn't work, ол жұмыс істемейді. Бұл жерден байқағанымыздай, do not толық нұсқасы, don't қысқартылған түрі, екеуі де бір мағынаны білдіреді. Does not толық түрі, doesn't қысқартылған түрі. Бұл екеуі де бір мағынаны білдіреді. Осымен бүгінгі видео сабақ аяқталды. Видео түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.